Әлемде әрбір 5-ші адам бас ауруынан зардап шегеді екен. Олардың көбі бас сақинасы ауруына шалдыққандар. Алайда, жай күнде басымыз ауыра бастаса, дәрі-дәрмекке жүгінеміз. Оның ішінде кейбірі денсаулыққа кері әсер ететіндіктен дәрі-дәрмексіз де емдеуге болатын ем-шара түрлерін назарларыңызға ұсынамыз. Сәлем оқырмандарым. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеле отырыңыздар. Бірінші, қатты бас ауырғанда желкеден бастап белге дейін массаж жасап басуға болады. Екінші, күніге таңертең 1 стақан сүтке 1 ас қасық бал салып, 0,2 грамм мумиё қосып ішу керек. Үшінші, бастың ауырған тұсына 40 қабат өгей шөп, жалбыз жапырақтарын басады. Төртінші, киік оты, душица жапырағын майдалап турап, иісін иіскеп, бас ауруынан арылуға болады. Бесінші, қыша қағазын 15 минут желкеге қойып, бас ауруын емдеуге болады. Алтыншы, картопты домалақ, әрі жұқа етіп турап, бастың ауырған тұсына таңса шипа болады. Жетінші, қатты уайымдап, ойланғаннан бас ауырса, жылы булау қабылдап, аяқты ыстық суға 15-20 минут салып отырады. Содан соң 1 стақан қайнаған ыстық суға 1 шай қасық жалбыз ұнтағын салып демдеп, ыстық күйінде ішеді. Сегізінші, құлақтың тесігіне сиятындай етіп мақта орайды да оны қызылша немесе пияз шырынына малып құлаққа тығып қояды. Сосын басты жүннен тоқылған орамалмен байлап тастайды. Бұл тәсіл бас ауруынан толығымен айықтырады. Тағы бір тәсіл, пиязды 2-ге бөліп самайға 15-20 минут басады. 10-шы, алма сірке суынан дайындалған мұзбен маңдай, самай, желкені ысқылап сүрту керек. Арнайы медициналық балшықты маңдай, желке, самайға жапсырып жату керек. Ас тұзын қалтаға салып, 2-3 минут мұздатқышқа қояды. Сосын оны бастың төбесіне басып, жатып демалу керек. 10 минуттан соң осы тұзды көзді жұмып сыртынан 10-15 минут басады. Аяқ, тобық және саусақтарға бар күшпен жылдам 15-20 минуттан массаж жасайды. Лимон қабығын самай мен маңдайға басады. Ыдысқа салқын су құйып, қолды 2-3 минут салады. Енді қолды шығарып 1 минуттай кептіреді. Осы емді 3-4 рет жасап, бас ауруынан арылуға болады. Ал сіз бас ауырғанда не істейсіз? Дәрі ішпей, ауруды басу үшін қандай әдіс тәсілді қолданасыздар? Осы жайлы комментарийға жаза отырыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ешқашан ауырмаңыздар.